Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жапондық суфлелі құймақтың рецептісімен бөлісемін. Өте оңай және де жақсы болып піседі, жұмсақ болып шығады. Егер дәл видеодағыдай балмен, немесе шоколадпен, вареньемен жаңағы қоспаларды қосып жесеңіз, тәттен керемет болып шығады. Міне сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Ортасы толықтай пісіп, өте нәзік болып шығатын құймақ. Міндетті түрде таңғы асқа жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше бастаймыз. Керек ингредиенттің барлығын описание жазып қоямын. Ең алдымен жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын осылай бөліп алып, ақуызын осылай миксерлеп бастаймыз. Ең төмен жылдамдықта қантты бірнеше бөлікке бөліп, аппақ көк болғанға дейін осылай миксерлейміз. Міне дайын болып қалды. Осындай аппақ түске еніп, аппақ мамықтай болуы қажет. Міне ақуызымыз дайын болды. Осылай формасын ұстап тұрады. Енді сарыуызға сүт құйып, ванилин қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Енді кезекте ұнымызды елегіштен өткізіп, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Міне жұмыртқаның сарысынан жасалған масса дайын болды. Осындай сұйықтықта болуы керек. Енді осының үстіне бір күрекше, яғни силиконды күрекшенің көмегімен бір күрекше салып, жақсылап бірдей масса болғанға дейін жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Осы дайын болған массаны енді ақуыздың үстіне салып, өте төмен жылдамдықпен силиконды күрекшемен барлығын жақсылап жаңағындай жоғарыдан төмен қарай араластырып біріктіремін. Міне дайындаған массамыз осындай нәзік, воздушный болып шығады. Енді массамызды кондитерлік қапқа саламыз. Орташа отта қызып тұрған табамызға аздап 1-2 капля май құйып, қағаз сүлгімен сүртіп аламыз. Құйылған массаны, яғни кондитерлік мешоктың ұшын аздап осылай кесіп аламыз да,
Кейін ыдысымызға дәл видеодағыдай құйып шығамыз. Бірнеше слойды үстінен жасайтын болсаңыздар, сол кезде құймағымыз өте биік болып, воздушный болып шығады, яғни ауаға толы болып тұрады. Массамызды салып алғаннан кейін жанына ас қасығымен су құйып аламыз да қақпағын жауып 5 минут көлемінде пісіреміз. Піскеннен кейін екінші жағын аударып, тағы да солай су құйып, қақпағын жауып 5 минут көлемінде пісіреміз. Міне достар, біздің құймақтарымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар рецептпен. Егер де менің YouTube каналымды ары қарай дамысын десеңіздер, қолдау көрсетіп, маған подписация етіп, лайк басып, астына комментарияларыңызды жаза отырыңыздар. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!